Қазақстан футзалының барлық матчын тікелей эфирде qfutbol.kz сайтында тегін көр. Smart TV немесе смартфоныңа қосымшаны жүктеп, qfutbol.kz-те қосылып, футзалды тамашала. Ассаламағалейкум, қадірменді көрермендер, футзал сүйер жанкүйерлер. Q-лига арнасының тікелей эфирінде футзалдан Қазақстан чемпионатының 18-ші тур аясындағы матч. Назарларыңызға Астана мен Қайрат командаларының бекетіресін ұсынамыз. Ұжымның жетістігіне, нәтижесіне тікелей Бетауа себепкер. Сондықтан Бетауаның алғысы, Бетауаның марапаты әбден лайық. Үздік бапкер желтоқсан айындағы Арнольд Кнауп. Керемет пас, Қайрат, қазір бұл шабуыл түйіндей ме? Гол! Есеп ашылды. Тамаша шабуыл, міне алаң қонақтары алғашқы минуттарда гол соғып есеп ашты. Денер Дмитрий Медведев өз орнында. Қайрат. Кнауп тепкенді. Гол! Есепті алынды, әрине. Кнауп тепкен доп қақпа бағанасына тиіп кері серпілді және Дмитрий Медведевтің арқасына тиіп қақпаға енді. Әрине бұл гол. Жалпы толық айта кетелік. Кездесу 4-2 есебімен Қайраттың пайдасына шешілді. Ал қазір қақпа бос қалды. 0-3. 9 минуттың ішінде алаң қонақтары 3 гол соғып үлгерді. Тамаша. Бұл жерде әрине қақпашының қателігі және Медведевтің орнынан шыққанын тамаша пайдаланған. Бұл соққа қорғаушыға тиіп кері серпілді. Міне қазір тағы да Нарунның шабуылға араласқан сәтін көріп отырсыздар. Нарун Сериков ортаға, Арнольд Кнауп арқылы гол! 0-4 Қайрат. Алғашқы таймның өзінде 4 гол соғып үлгерді. Денер жарады. Бүгінгі ойындағы Дмитрий Медведев. Қателік, Денер, үшінші гол соған екен, Денер, дәл солай, хэт-трик және есеп 0-5. Қайрат бірінші таймда өте сауатты ойнауда, мінсіз ойын және Денер үшінші голын соқты. Тамаша, 0-5. Өтіп барып, Идема деп едік, бірақ Кайоға пас берді және Кайоның қандай өткір керемет пасы. Бұл допта Дамир Қайырбай қақпаға дәл бағыттай білді. Тамаша, Дамир Қайырбай қорғаушыларға тиіп алаң сыртына шығып кеткен екен. Денер артқа қарай пас. Арнольд Кнауп! Браво! Арнольд Кнауп осы ойында 2-1 гол соқты. Екеуінде осы бір оң қапталдан тұрып бағыттаған және Қайрат, өте керемет қорғануды. Қандай гол! Астана есепті қысқартты. 1-7. Хади Ахмадидің өнеріне тәнті болдық қазір. Тамаша алды өтті қарсыласын. Жолио және гол. Қайрат 8, Астана 1. Тамаша шабуыл және осы ойында 8-ші голды соққан, Қайраттың 8-ші голды соққан Данил Карпюк өзінің негізгі ұжымына қарсы ойнай алмайды. Ал қазір Кевин Ариетта есепті еселеп отыр. Тамаша шабуыл, жылда ұйымдастырылған қарымта шабуыл. Әріптестерінен пас алған. Ортаға дем өтті. Ал бұл шабуылда қалай түйіндейді? Астана мүмкіндік бар және пенальти. Бұл жерде Алиханды Қайрат ойыншылары шалып шыққан сияқты. Демек Төрешін сырға шабуылында Алихан қақпаға соққы және гол. Есеп 2-9. Астана есепті қысқартты. Алихан Сайранов бұл мүмкіндікті жібермеді ұстан. Теуіп көрді. Нару тұрын қақпаға мүлде дарыған жоқ және жылдам шабуыл. Кевин Ариетта, қандай пас! Біржан Оразов. Гол. Қайрат 10, Астана 2.
Өте әдемі шабуыл. Нарун Сереков бірден ашық тұрған. Міне. Осы ойында алғаш рет алаңға шығып отыр және Астана. Есеп 3-10. Әбілқайыр Исмаилов қарсылас қателігін тамаша пайдаланды. Команда капитаны осылайша есепті қысқартты. Тәртібі бұзылды, өйткені 5-ші ойыншының рөліндегі Хади Ахмади бір шабуыл кезінде 2 мәрте топқа жанасты. Ал бұл Біржан Оразов дубль. Қайраттың капитаны бүгін 2 гол соқты. Тамаша шабуыл. Қақпаға бағыттаған соқты. Құрушылардың біріне тепкері серпілді. Алихан Сайранов допты қабылдау өзіне тым алыстатып алды. Бірақ Сайрановта доп бар әлі және гол. Гол міне. Астана 4-ші голдан соқты. Қазір допты алып жылдам ойынға қосу керек. Гол соққан Нұрсұлтан Тажимұқанов. Денер Біржан Оразов. Ал қазір гол мекен. Дәл солай. Бұл гол. Хади Ахмади бұл соққыны допты ойынға қосуға асықпайды. Өйткені уақыт аяқталды. Өте әдемі кездесу. Бүгін Қайрат ірі есеппен жеңді және ел біріншілігіндегі бірінші орнын сақтап қала білді. Тамаша әдемі ойынға куә болдық және 3-12 есебімен алаң қонақтары. Қазақстан футзалының барлық матчын тікелей эфирде qfutbol.kz сайтында тегін көр. Smart TV немесе смартфоныңа қосымшаны жүктеп qfutbol.kz-те қосылып, футзалды тамашала.